Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаның суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Сарайыңды ашатын, шаршағаныңды басатын, шай болмайды ғаламда, самаурынның қара шайынан асатын дейді қазақ. Шай қазақтың сүйікті сусыны. Иә, бүгінгі видеомызды осы шай тақырыбына арнағалы отырмын. Күнделікті ішіп жүрген шайымыздың біздің ағзамызға қандай зияны бар, немесе қандай пайдасы бар туралы білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жаза кетуді ұмытпаңыздар. Шайдың емдік шипасы туралы айтатын болсақ. Бал, қарабұрыш қосылған шай, зәр, қоғыш және тыныс жолдарына суық тигенде терletетін дәрі орнын басады. Жас шай жапырағының шырынымен, шай шырынымен, сөлімен немесе ұнтақталып өтілген кепкен шайын дененің күйген жерлерін емдейді. Кепкен көк шайды шайнау жүрек айнығанды және аяғы ауыр әйелдерде автокөлікте шайқалғаннан, теңіз сырқаттарынан болатын құсып, қаттылық суды басуға жақсы көмектеседі. Көк шайдың қою тұнбасы денедегі сыртқы жараларды, тіпті жүйелі пайдаланған жағдайда асқазан мен аш ішек жараларын жазады. Көк шай тұнбасы қан қысымын түсіреді. Кешегі шай бұзылмаған болса, оны тәнге тарту арқылы емдік мақсатқа пайдалануға болады. Себебі бір тәулік тұрған шайда қышқылдар мен фтор көбейеді. Тіл ойылғанда, экземада, теріге жарақат түскенде іріңді жараларға ем ретінде қолданылады. Кешегі шаймен көзді сүртсе қысарғаны басылады. Таңертеңгі және кешкі тісті жуар алдында онымен ауызды шайса тістің түбі нығаяды. Шай түрлі бактерияларды өлтіре алатын күшке ие. Негізінен ол сүзек, дизентерия тәрізді аса қауіпті бактерияларды жояды. Шай қан құрамын, жүрек қысымын жақсартады. Шай бүйрекке тас байлануын болдырмайды. Жақсы өскен шай жапырағында С, В1, В2, А, П дәрумендері бар деп, оны бет алды іше берсең, шай өзіңді өзгертіп, ұйқыңды қашырады. Шайды тым қою етіп дайындап ішсең, оның құрамындағы кофеин жүйке жүйесінің қызметін қоздырады, қан қысымын күшейтіп жібереді. Шай 18 градустан ысықтан төмен болса, жұпар иісі мен адам жанын сергітетін шипасын, дәмдік татымдылығын жоғалтады. Шай тұнбасындағы П дәрумені адам ағзасына С дәруменінің жақсы сіңуіне көмектеседі. Ал С дәрумені жетпеген адамға көк шай ішу қажет. Көк шайды дұрыс пайдалана білген адам ерте қартаймайды. Шай тұнбасы қан капиллярын бекітеді, жүйке жүйесін жақсартады. Көк шай адамды семіртпейді, несеп бөлумен жүрек, бұлшық еттерінің қызметін күшейтеді. Қан қысымын төмендетеді, адам жанын сергітіп сейілтеді. Көк шайда жан мен тәнді жатырататын дәрумендер бар. Ол жүрек тамыр ауруларына, әсіресе қан тасу мен атеросклероз сырқатын емдеуге шипа. Адамдардың ерте қартаюына, әжімнің ерте түсуіне, ағзада дәрумендер мен микроэлементтердің аздығы басты себеп екендігі белгілі. Ал көк шай құрамында поливитаминді бұл жағдайда ынталандырушы құрал ретінде емдік, профилактикалық мақсаттарда сәтті қолдануға мүмкіндігі мол. Әр нәрсенің пайдасы мен зияны болатыны секілді шайдың да зияны бар. Алайда шай белгілі бір уақыттарда ішуге болмайтын кездерінде зиянын тигізеді. Шайды ішуге болмайтын кездер: аш қарынға ішпеңіз. Ас қорыту жолдарында ішкі мүшелер шайдың кесірінен зақымдануы мүмкін. Шайды өте ыстық кезінде ішуге болмайды. Ыстық шай ауызбен жұтқыншақтың ас қорыту жолдарын күйдіреді. Бұл сусынды суып қалған күйінде де ішуге болмайды. Онда шайдың кесірінен қақырық тұрып қалуы мүмкін. Шайды тым ащы қылып ішпеңіз, ол денсаулыққа зиян. Егер түн уақыты болса, ұйқыңыз келмей, басыңызды ауыртуы мүмкін. Дәрі-дәрмек қабылдаған кезде шай ішуші болмаңыз, себебі шай дәрінің күшін жояды. Шайды тамақтың алдын немесе тамақтан кейін ішуге болмайды. Тамақ пен шайдың арасы 20-30 минуттай болуы керек. Шай тұрып қалса, оны ішуге болмайды. Негізінде шай демдегеннен 20-30 минуттан кейін өзінің құрамындағы заттарымен қышқылдану процесін бастайды. Хош иісті заттармен пайдалы деген құрамдас бөліктер жарамсыз болып қалады. Қайта-қайта демдеген шайдың пайдасы жоқ, керісінше зияны бар. Алғаш рет демдеген шайдың пайдалы заттарының жартысының жуығын алсаңыз, екінші демдегенде 30%, үшінші рет демдегенде 20%, ал одан кейінгісіне 10% пайдалы заттарды ала аласыз. Көп мөлшерде ішуге болмайды. Қара шайдың көп пайдаланудың зияны бар. Сондықтан күнделік қалыпты мөлшерде сақтаған жөн. Қалыпты мөлшері ащы емес шайдың 4-5 шынаяғы болады.